Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Күндегідей Құран кәрім оқиық. Шұғара сүресі Меккеде түскен 227 аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Оқымын Алла біледі. Бұл айқын Құранның аяттары. Мұхаммед алейхиссалам олар иман келтірмеді деп өзіңді жоя жаздадың. Егер қаласаң, оларға аспаннан бір мұғжиза түсірер едік те, оған бой ұсындырушыларға айналар еді. Оларға Рахманнан жаңа бір үгіт келсе болады. Олар одан бет бұрады. Олардың жасынға шығарып, мазақтаған нәрселерінің түсінігі өздеріне жалғастырылады. Олар жер жүзіне қарамай ма? Онда әртүрлі көркем өсімдіктер өсірдік. Рас, бұнда ғибрат бар да, олардың көбі сенуші емес. Мұхаммед алейхиссалам, Раббың тым үстем, ерекше мейірімді. Сол уақытта Раббың Мұса алейхиссаламға залым елге бар деп үндеді. Перғауынға Сол уақытта Раббың Мұса алейхиссаламға залым елге бар деп үндеді. Перғауын еліне олар қорықпай ма? Мұса алейхиссалам, Раббым, расмен олардың мені жасынға шығаруынан қорқамын деді. Көңілім тарайым, тілім жүрмейді. Сондықтан Харунға да пайғамбарлық бер. Мен оларға күнәкармын. Сондықтан олардың мені өлтіруінен қорқамын. Алла тағала, әсе, олай емес, екеуің де мұғжизаларыңызбен барыңыздар. Расында, біз сендермен бірге әр нәрсені естиміз деді. Дереу екеуін Перғауынға барып, біз бүкіл әлемнің Раббының елшісіміз. Израиль ұрпақтарын бізбен бірге қоя бер деді. 367 бет, 19 пара, Шұғара сүресі. Сау саламатта болыңыздар. Сіздерге де, біздерге де сауабы молымен болсын.